Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 8 сабақ таңғажайып туындылар. Оқу мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Оқушылар, біз өткен тақырыпты еске түсірейік. Сіздер суретші Бен Хейннің өмірімен, шығармашылығымен танысқан болатынсыздар. Ендеше оқушылар, осы тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Оқулығымыздың 106 бетіндегі 5 тапсырмаға назар аударамыз. Мәтін берілген. Міне мәтінді мұқият оқып шығып, ат қоямыз және мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аударыңыздар. Келесі жазылым тапсырмасы 6 тапсырма. Мәтін мазмұнына сүйеніп, Бен Хейнмен сұхбат құрап жаз. Әңгімені 10-12 сөйлеммен жаз. Сұхбатта қарамен берілген зат есім сөздерді міндетті түрде қолдан. Олардың қайсысы деректі, қайсысы дерексіз екенін дәлелдеп айт. Келесі тапсырма 8 тапсырма. Бен Хейн салған төмендегі суретке қарап, сипаттамалық мәтін құрап жаз. Мәтінде зат есімнің мағыналық түрлерін қолдан. 10 тапсырма. Мына сөздер мен сөз тіркестерін кірістіріп, шағын әңгіме жаз. Теңіз жағасы, балық аулау, терең ой, ғажайып көрініс, үлкен олжа. Жазған мәтін бойынша Бен Хейн үлгісімен сурет салып көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.